Бір қабаған ит мүсәпір Зағиптың соңынан қалмай арсылдап үріп келеді екен. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Зағип оған айқайлап, әрі-бері таяқпен қорғанып шаршады. Қолындағы таяғы да ыңғайсыз еді. Бір кезде тоқтап, әлгі итке бүйдеді. Сендей итке арланмен алысып, бөрімен жылысып, қораны күзеткен жарасар еді. Одан қалса, үйді қарақшыдан қорысаң, мақтауға лайық едің. Ауыл итінің құйрығы қайқы демекші, мен сияқты мүсәпірге ғана шамаң жете ме? Әлде тоны жаманды ит қабадының керін келтіріп, сыртқы сықпытыма қарап үресің бе? Ит иесіне үріп жағады деген, әлде жақын маңда қожайының жүр ме? Момынның жары Құдай деген, енді қоймасаң, Құдай төбеңнен ұрады, депті. Патшаның кейбір жендеті қабаған ит сияқты. Әлсіз момынды ғана илеуге әлі келеді. Бірақ сен біл, момынның ақысын Құдай әпереді. Себебі момын адам Құдайдың досы. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.